Сәлем достар, осы видеода One Piece анимесінің 1151 сериясынан бастап 1166 серияға дейін қысқаша айтып беретін боламын. Алдыңғы серияларды көрмей қалған болсаң, оң жақ жоғарыда сілтемесі шығатын болады. Ал енді арнаға тіркеліп ыңғайланып отырып алған болсаң, мен видеоны бастаймын. Сонымен эфир аяқталған соң гарасиялықтар Йорктан әлі қанша Вегапанктың бөлшектері тірі екендігін сұрайды. Йорк болса өзінен басқа еще Лилит пен Атлас тірі екендігін баяндайды. Нәтижесінде гарасиялықтар Йоркты дамытып, қалғандарын өлтіру керек деген шешім қабылдайды. Каку луч келетін болса араға түсе алмайтынын айтып, Стусиға қашып кетуге мүмкіндік береді. Великандардың кемесі теңізге шыққан соң Луфилар да кемеге сәтті жетіп, Луфидің өзі уақыт жоғалтпай күш жинау үшін тамақ опыра бастайды. Ал еті тірі деген вице-адмиралдарды Бони шиглухаларға айналдырып жібереді. Әрімен іске қарға бас қосылып, кемеге соққы жібере бастағанда, Луфи 5-ші гирін іске қосып, кемеде музыкалық мейрам басталып кетеді. Әуеннің ырғағына великандар билей бастағанда, Бони кішкентай кезінде әкесінің Нико туралы айтқан кездері есіне түсіп, Луфиға қосылып, қабілетімен Никоныкі сияқты форма қабылдайды. Қарғабас кезекті соққысын жібергенде, Луфи соққыны өзіне қабылдап, қарғабасты ұстап алады да, Санджи, Фрэнки және Бони Луфидің бұйрығымен соққыларын үрленген Луфидің арқасына жібереді. Луфи болса соққыларды сіңіріп, үстіне еще бірнеше процент қосып тұрып, қарнымен қарғабасты айдалаға ұшырып жібереді. Намилар кешігіп жатқандықтан, Атлас Йорктың гарасиялықтарға өтіп кеткені үшін Лилитті уайымдай бастап, соларға көмектесуге кетеді. 5-ші гирдің пайда болғанынан теңіз астындағы темір гигант есін жинап, үзіліп кеткен Вегапанктың тікелей эфирі әлсіз сигналмен қайта қосылады. Кенеттен аспаннан сайферполдық агенттер мен серафимдар құлай бастайды да, оларды червякпас түкіріп жатқандығы белгілі болады. Червякпас оларды лақтырып болған соң, волясымен кемелерді сора бастайды. Бонидің шамасы таусылып, шиглухаға айналып кеткенде оны Санджи құтқарып қалады. Луфи 3-ші гирімен червякпастың аузын жапқанда, қабанбас турасынан кемеге атылады. Барлығы не істерін білмей тұрғанда, Джой Бой деген айқаймен теңіздің астынан гигант шығып, қабанбасты маңқ еткізеді. Намилардың кешігіп жатқан себебі жылқыбастың бөгет болуында. Яғни олар кеменің турбо режимін қосқанда жылқыбас соққы жіберетін болса, кеме теңізге жетпей қара топыраққа қадалуы мүмкін. Осы сәтте кенеттен Атлас пайда болып, Лилитті талдырып тастайды. Темір гигант Луфиді Джой Бой ретінде қабылдап, Джой Бой үшін тұрси жыртылғанша тұратынын айтып, гарасиялықтарға қарсы шығады. Луфи болса дым түсінбестен мақұл деп кемеге оралады. Червякпас шабуылға шыққанда гигант қолын соққыға дайындайды. Алайда ескі болғандықтан механизм істемей қалып, червякпас аузымен гиганттың қолын ұстап алады. Сатурн червяк арқылы кемеге жетіп алып, Бониді іздей бастайды. Лилит талып қалғандықтан, Йорк оны өлді екен деп ойлап, гарасияліктерге тек Атлас қалғанын баяндайды. Атлас болса барлығына скачок жасауларын бұйырып, жылқыбасқа қарай шабуылға шығады. Нәтижесінде Намилар турбо режимді іске қосады, жылқыбас болса Атласқа жауап соққы жібереді. Атлас қолынан айырылып қалса да, денесімен жылқыбасты ұстап тұрып, Намилар кедергісіз теңізге қарай ұша жөнеледі. Жылқыбас ашумен Атласты добивать еткенде, Атлас жоспарын орындап, жылқыбаспен бірге жарылып кетеді. Жарылыс толқыны кемеге қосымша турбалық күш береді, ал Йорк қуанып тұрып, Вегапанк бөлшектерінің ішінде тек өзі ғана қалғандығын баяндайды. Темір гигант қолынан айырылып, жалғыз өзі екі гарасиялыққа қарсы тұрады. Сатурнның соққыларын великандар қайтарып тұрғанда, Бони күш жігерін жинап, қайтадан Никоға ұқсайтын формасын қабылдайды да, Сатурнның көтенін айыратындығын жариялайды. Нәтижесінде Бони Луфи сияқты қолын артқа созып жібергенде, Луфи Бониға көмектесе бастайды да, екеуі жабылып тұрып, өрмекші бастың паршасын шығарады.
Темір гигант болса нокдаунға ұшып кетеді, ал намилар ұшып бара жатқанда оларды жылқыбас қуып жете бастайды. Вегапанктың эфирі жалғасқанымен есімдегі Ди жалғауы туралы түсініктеме жарияланбай қалады. Тек Роджер мен Белаустың дәуірі аяқталып, жастардың ішінде кім вамписті тауып, есімін тарихта қалдырады екен деген сөздерін жариялайды. Бұл жаңалық 25 жыл бұрын Роджер шулатқан тренд сияқты пираттар арасында үлкен талқылауға түседі. Сосын Вегапанк енді Джойбой туралы маңызды ақпарат айтпақшы болғанда, Джойбой! паршаланған Сатурн емделіп жатқанда темір гигант Луфидің Джойбой емес екендігін түсініп, оның есімін сұрайды. Луфи өзін Монки Ди Луфи деп таныстырып, әдеттегідей пираттар патшасы болатындығын айқайлағанда, гигант Ди деген жалғауды естіп, жүрегінде бір жылулықты сезінеді де, денесінен бір механизмді іске қосып, өте мықты королевская воляны шығарады. Ол воляның мықты болғаны соншалық, тіпті вице-адмиралдар мен Йорк талып қалады. Оларды қойш тіпті герасейлықтар формаларын жоғалтып, телепортациямен Мериджуаға қайтып кетуге мәжбүр болады. Ол аз ба, тіпті айдаладағы Имсаманың өзі тік тұра алмай тізерлеп қалады. Нәтижесінде намилар аман-есен теңізге түседі. Волядан тек Сатурн ғана аралда қалып, ауыр тыныс алып, темір гиганттың толығымен сөніп қалғанына куә болады. Ал жаңағы королевский воляға келетін болсақ, шамамен 900 жыл бұрын Джойбой өзінің волясын гиганттың ішіне қалдырып кеткен. В общем, өзіне немесе қорғағын келген адамға қауіп төнген кезде қолдан деп тапсырып кеткен екен. Нәтижесінде барлық дозорнылар талып жатқанда, Луфи гигантқа алғыс айтады да барлығы Эльба аралына жол тартады. Луфидің волясы таусылып, 5-ші гирі өшкендіктен денесі солып қалады да демалуға дайындалады. Жаңалықтар патшасы Морганс мақаласын ретке шығару үшін келесі жаңалықтарды жариялауды шешеді. Яғни Черная Барада мен Трафальгарло қырылып жатыр. Шанкс пен Кит қақтығысқа түсті және Монки Ди Луфи Вегапанкты өлтірді. Соңғы жаңалық өтірік болғандықтан Ви ханшайымға ұнамай қалып, екеуі сөзге келіспей қалады. Вегапанктың тірі шығуына көмектесе алмағандықтан мугиваралықтардың көңіл күйлері болмайды. Агенттер естерін жия бастағанда Луч пен Каку келіп, Стуси қайда деген сұраққа Стусиді өлтіріп тастағандарын айта салады. Сатурн қорытынды жасап, ең басты мақсат яичный голова мен Йоркты жаулап алу операциясы сәтті өткендігін айтады. Ал темір гиганттың пайда болғаны форс-мажордық жағдай. Алайда 200 жыл бұрын билік темір гигантты жоймақшы болғанда, именно Сатурн зерттеуге керек болады деп гигантты сақтап қалған екен. Әрімен Доберман есімді вице-адмирал Вегапанктың сөздері распа деп сұрап қалғанда, Сатурн ашумен оны маңқ еткізеді. Йорк есін жинап, маңайының бәрі жасанды бұлт болып кеткенін байқайды да, санасында Эдисонның тірі екендігін сезіп және бұлтты қосқан сол екендігін түсініп, алшақтан соққы жібереді. Ал Панк Рекордс, яғни лабарафаза бұлттардың көмегімен бір жаққа әкетіліп бара жатқандығы белгілі болады. Осы уақытта Мериджуаға азық келмей жатқандықтан тенерюбиталықтар ашаршылықтан қорқып паника ұстай бастайды. Әрімен герасейлықтардың арасына Фигерленд Гарлинг келіп, жоғарыдағы бұйрықпен ғылым бағыты мен Йорк енді тікелей өз қоластына өтетіндігін айтып, герасейлықтарды в ахуе қылады. Гарасей Фигерленд Гарлинг. Сатурн болса кенеттен денесі солып қинала бастайды да, Имсамадан кешірім сұрайды. Имсама болса Джойбойды жіберіп алғаны үшін кешірмейтіндігін айтады. Нәтижесінде Сатурн жарылып кетіп, тек сүйегі ғана қалады. Ал лабарафазаға келетін болсақ, Эдисон Франкенштейн сияқты Шака, Пифагор және Атластың бөлшектері мен саналарын біріктіріп алып, Вегапанктың жұмыстарын жалғастыру үшін лабарафазаны ұрлап кеткен екен. Лилит есін жинай сала
Эдисондардың тірі екендігін ұғады. Сосын қарны ашып тұрғанын сезіп, Йоркпен бүкіл байланыс үзілгенін түсінеді. Луфи Вегапанкты құтқара алмағаны үшін депрессияға түсіп кеткенде, Лилитомен сөйлесіп, бәрін түсіндіре бастайды. Яғни Вегапанктың денесі өлгенімен, оның жұмыстары мен сана сезімдері әлі тірі. Нәтижесінде Луфи депрессиядан құтылып, кеменің палубасына шығады да, Си-Понти операциясы аяқталғанның нәтижесіне банкет жариялап, барлығы Эльбаф аралына қарай аттанады. Эльбаф, страна воинов, новый мир. Ну же! Осыдан бір ай бұрын Бартоломео бір аралға келіп, мугиваралықтарды рекламировать ете бастайды. Арал тұрғындары бұл жерді уже Шанкс крышевать ететіндігін айтқанда, Бартоломео на пофиг Шанкстардың жалауларын өртеп, аралды басып алады. Нәтижесінде осы шақта уже Бартоломео Шанкстың алдында тізерлеп отырады. Бұндай қылықтар Шанкстың абыройына нұқсан келтіретін болғандықтан, Бартоломео Луфиға мына уды ішкізу керек деген талап қойылады. Алайда Барта сол сәтте уды өзі ішіп қойып, бұл қылыққа Луфидің еш қатысы жоқ екендігін түсіндіреді. Нәтижесінде Шанкс оларды жібере салады, алайда пираттық абырой түсіп кетпеу үшін бәрібір олардың кемелерін өртеп жіберіп, Бартоломеоның командасына не болғаны әзірше белгісіз болып қалады. Черная Барада өз аралына оралып, өзі жоқта Кобидің қашып кеткені үшін қол астындағыларға ұрса бастайды. Бірақ Аокидзи Кобиді құтқару үшін Гарптың өзі келгенін түсіндіріп, дәл қазір Гарп өздерінде тұтқында екендігін айтып, Тичті қуантады. Тич еще Большая мамочканың үш көзді қызын ұстап алғандығын айтады да, барлауда жүрген Лафитқа хабарласып, баяндама сұрайды. В общем, революционерлер Мериджоаға жүретін барлық жолдарды бөгеп, азық-түлік жетпей жатқандықтан тенерубиталықтарда аштық басталайын деп жатыр екен. Осы уақытта Катариналар да базаға оралып, батпақ басты өздерімен ала келгендігі белгілі болады. Ал великандар мен кейбір мугиваралықтар бухалкадан кейін естерін жинағанда, мугиваралықтардың кемесі великандар кемесінен адасып кеткендігін көреді. В общем, Джимбей, Лилит, Робин, Фрэнки, Брук великандардың кемесінде, қалғандары Сани мен белгісіз бағытқа кеткен. В общем, белгісіз бір жерде Нами есін жинап, Зевстің арқасында үлкен аралардың шабуылынан аман қалады. Конструктордан жасалған сияқты бұл жердің еще өз тұрғындары мен басшылары бар екен. Сосын Нами бір түрлі бір кірпіден қашып, патша сияқты киінген үлкен мысықтың Усопты жейін деп жатқанын көреді. Кірпі жақындағанда Нами Зевсті іске қосып, кірпі найзағайлы соққы жейді де, мысықтың үстіне құлап, найзағайлы соққыны екеуі бөліп алады. Сәтті пайдаланып, Намилар Си-Понти болады, алайда есін жинаған мысық оларды қуып жетіп, Усопты маңқ еткізгенде, Усоп пен Нами төменге құлап кетеді. Мысық арыстан формасын қабылдап, екеуін добивать етейін деп жатқанда, көмекке Луфи, Санджи және Зоро келеді. Үшеуі өздерінің фирменный техникаларын қолданып, Зоро арыстанды торнадомен көтеріп, Луфи үшінші гермен маңқ еткізгенде, Санджи басынан кигізіп жібереді. Нәтижесінде арыстан қайтадан мысыққа айналады. Әрмен бесеуі кемедегі бухалкадан кейін осы жерде уже осы киіммен оянғандарын талқылап, мәселені түсіну үшін қала тұрғындарынан ақпарат алуды шешеді. Ойланып тұрғанда шегірткеге мініп алған бір великан келіп амандасады да, Луфилар сұрақ жаудырғандықтан қысқаша түсіндіре бастайды. В общем, бұл жерді күн құдайы құрастырып, бірнеше әулиелерді жинақтаған екен. Великанның өзі сол әулиелердің біреуіне қызмет етеді. Қысқасы, Луфилар айырып тастаған мысық великанның әулиесі, және Нами айырған кірпі де әулиелердің бірі екен. Луфилар бұл братанға ештеме айтпауды шешіп, күн құдайы мен оның күзетшілері өте мықты дегенде ести сала, қаланың орталығына қарай асығып кетеді. Луфи жүгіріп бара жатып, өз бейнесін көреді де, алдында айна екенін түсініп үлгермей соғылып қалғандықтан купол сынып, Луфилар великанның үйіндегі үлкен аквариум сияқты бірдемеде екендері белгілі болады. Әлемдері шытынап жатқанына тұрғындар да в ахуе. Әрмен Луфилар көмек сұраған дауыс естіп, Зоро темір торды шауып тастайды да, барлығы великанның бөлмесіне шығып, жаңағы көмек сұраған шынжырланған Чоппер екендігі белгілі болады. Чопперді босатып алғанда,
шабуылға уже великан, жылан, тышқандар және торғай шығады. Луфи бірден 5-ші гирін қосып, жыланмен шайқаса бастағанда, кішігірім палас пешке түсіп, өрт басталып кетеді. Маска таққан великан бөлмеге кіре сала, ойыншық патшалығының быт-шыты шыққанына сене алмай тұрады. Ал Санджи тышқандарды, Зоро торғайды, Луфи жыландарды уже айырып тастайды да, барлығы қайтадан куполға кіргенде, оларға қарсы мысық шығады. Нәтижесінде Луфи оны маңқ еткізіп, мысық көліктің рөлін атқарады. В общем, Нами куполдың картасын тауып алады да, барлығы куполдың ар жақ бөлігін жарып өту керек деген шешім қабылдайды. Ал маска таққан великан тұрғындар айтып жүрген күн құдайы екендігі белгілі болып, ол да куполдың ішіне кіріп, Луфиларды ұстауға дайындалады. Луфилар великаннан қашып, жаңа Луфилар куполдың сындырған жағына қарама-қарсы жаққа ауысып, рогаткасымен соққы жібереді. Нәтижесінде айна сынып, айнаның арты қалың қабырға екендігі белгілі болады. Сонымен қатар великан мугиваралықтарды таниды екен. Қысқасы, жағдай былай болған. Үлкен торғай Сани кемесін әкеледі, яғни Луфилар яичный головадан шыққан жердегі ұйықтататын тұман арқылы өткен кезде, торғай кемесімен көтеріп кеткен. Рот есімді мына великан Хайрудин деген великанның қол астындағы пират. Ал Хайрудин деген естеріңде болса, Дресс-Розада Луфиға қызмет етуге ант берген. В общем, Рот мугиваралықтарды Хайрудиндай танитындай болмағандықтан, Луфи сияқты кішкентай пиратты өз макетінде қуыршақ қылуды шешкен. Кенеттен маңайдың бәрі қара бұлтқа айналып, Зевстің дайындалу уақыты аяқталғандықтан, Намидің бұйрығымен маска таққан великан мощный найзағайлы соққы жейді. Луфи болса мини 4-ші гирін қосып, бір соққымен қабырғаны тесіп шығады. Великандар Луфиларды іздеп қатты уайымдай бастағанда, Фрэнкилар оларды тоқтатып, уайымның қажеті жоқ екендігін айтады. В общем, олардың тірі екендеріне сенімді болғандықтан және бәрінің бағыты Эльбаф аралы болғандықтан, өздері де турасынан Эльбаф аралына тартамыз деген шешім қабылданады. Луфилар болса сыртқа шыққанда қысқы аймақтық аязға тап болады. Мысық Сипонти бол кетеді, ал Луфилар маңайдың бәрі тіпті ағаштарға дейін өте үлкен болғанына в ахуе болып, өте үлкен ілулі көпірге келгенде бір великандардың келе жатқанын естіп тығылып қалуды шешеді. Бұлар да Рот сияқты Хайрудиннің командасы екен, және олар Роттың торғайы бір кемені әкетіп баратқанын көргендіктен мән жайды анықтауға келіпті. Великандар өткен соң Луфилар көпірмен жүре бастайды, ал төменде орманды мекен ететін великан қасқырлар қаптап жүреді. Кенеттен Луфи бір мықты воляны сезіп қалады да ойланбастан төменге секіріп кетеді. Яичная голова аралында болған жағдайларға байланысты жаңалықтар шығып, Морганс ақиқатты былай бұрмалайды. В общем, 100 жылда елге шықпаған великан пираттар Яичная голова аралын шабуылдап, Йонка Луфимен бірге Вегапанкты өлтірді. Нәтижесінде Доги мен Брогидің бастарына 1,8 миллиард беллидан тігіледі. Робин газеттегі Луфидің қолындағы фотошоп арқылы қойылғаны анық көрініп тұрған X-тің өте таныс екендігін байқайды. Ол X нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Комментке жазып кетіңдер. Мен мысалы сразу түсіндім. Великандардың әңгімесінен келесі ақпараттар анықталады. В общем, Луфидің қоласына өткен Хайрудин Эльбаф патшасының заңсыз ұлы екен. Ол да негізі көмекке келмекші болған. Бірақ Дори мен Броги Литл Гарденде жекпе-жекпен страдат етіп жүргенде, Эльбафта маңызды мәселе туындап, Хайрудин көмекке келе алмапты. Короче, Эльбаф патшасының екінші ұлы заңды туылған. Бірақ ол ханзада проклеті деп есептеледі екен. Себебі ол есін білгеннен бастап тек жауыздық көрсетіпті. Сол себепті де қамауда отырған. Осы жақында ол чуть болғанда қашып кете жаздап, барлық великан жауынгерлер оны жабылып, әрең тоқтатқан екен. Патшалық отбасында мұра ретінде жүрген дьявольский жемісті иелену үшін өз әкесін, яғни Эльбафтың патшасын өлтірген. Ал есімі оның Локи. Осы уақыттарда Луфи орманға түскенде оны қасқырлар қоршап алады. Алайда біреудің айқайы шыққанда қасқырлар Сипонти болып кетеді. Луфи болса керісінше дауысқа қарай жүріп, шынжырға байланған Локиді кездестіреді де екеуі амандасып, өз-өздерін таныстырады.
Локи Луфиға мына жер Эльбаф екендігін және Эльбафты жоймақшы екендігін айтқанда, Луфи Эльбафқа жеткеніне асыр салып қуанып, Локиді сөйлетпей великандар туралы миллион сұрақ қоя бастайды. Локи Луфидің аузын жаба алмағандықтан ашумен айқайлап жібергендіктен ормандағы алып аңдардың бәрі Луфилар жаққа қарай жинала бастайды. Сосын Локи байлауда отырғанына 6 жыл болғанын айтып, Кайрасекидан жасалған шынжырды шешуге көмектессе, Луфи айтқан кез келген пираттық команданы жойып жіберуге дайын екендігін айтады. Ал егер көмектеспейтін болса, мына жер Эльбаф аралының жер асты аймағы деп есептелетін болғандықтан, мына келген аңдар Луфиді паршалап тастайтындығын ескертеді. Сосын Локи еще мына әлсіз отрядын таныстырып жатқанда, Луфи уже аңдардың бәрін өзіне бағындырып тастап, Локиді в ахуе қылады. Әңгіме барысында Шанкстың келгені туралы тема қозғалып, Луфи бірден Локидан Шанкстың не үшін келгенін, қайда жүргенін сұрай бастайды. Локи қызғылт шашты чорт туралы ма деп айтқаны сол еді. Луфи бірден 4-ші гермен соққысын көрсетіп, Шанксты мазақ қылудың қажеті жоқ екендігін анық түсіндіреді. Локи болса іштей шынжырдан босанған соң Луфидің сазайын беруді ойлап, тегіннен тегін ешқандай ақпарат бермейтіндігін айтады. Осы уақытта Зоролар көпірмен кетіп бара жатып, тоже сол көпір арқылы асығып келе жатқан Роат пен бағанағы өткен великандарды көреді. Олардың біреуі Саниді арқалап бара жатқандықтан Зоро шайқаспақшы болады, алайда Усоп алдымен мән жағдайды анықтау керектігін түсіндіріп, алдымен көпірден өтіп алайық деген шешім қабылданады. Осы уақытта Хайрудин да аң аулауға жер асты аймағына түсіп, Луфиларды 5 бармақпен тосып алуға дайындалып жүреді. Короче, жаңа гиганттар пираттық командасы Дори мен Брогидан кейін құрылған пираттық команда. Олардың капитаны Хайрудин, плотниктары Станцен, навигаторы Роат, аспазшы Голдберг, дәрігер Герд. Осы бесеуі. Джимбейлар Эльбаф аралына жақындағанда Робин Саульмен кездесуді асыға күтіп тұрады. Намилар көпірден өте сала Эльбафтың керемет табиғатынан бір-ақ шығады да, Роат жақындап қалғандықтан жоспар құра бастайды. Луфи қайтадан көпірге бет алып, кемені әкетіп баратқан великандарды кездестіреді. Герд бірден Роат үшін кешірім сұрап, негізінде мугиваралықтарды күткендерін түсіндіреді де, Луфидан жер асты аймақтан келе жатсың ба деп сұрағанда, Луфи не айтарын білмей қалады. Себебі Локиға екеуінің кездесіп бір затқа келіскендері жайлы ешкімге айтпауға уәде беріпті. Луфидің келе жатқанын Эльбафтың тұрғындары да біледі екен. Мына Шигол Луфиді көргісі келіп тұрғанда, Дорилар бірден жоғары аймаққа баратындарын айтып, Шигол да жоғарғы аймаққа асығып кетеді. Аң аулап келе жатқан Хайрудин Дориларды байқағанда, Броги күн тасы деп аталатын бір құрылғымен кемпір қосақ шығарады да, Эльбаф ауылы ағаштың үстінде болғандықтан ауылға осы кемпір қосақпен баратындарын айтады. Мугиваралықтар әрине в ахуе. Хайрудин да оларды қуып жетіп, барлығы бірге ауылға кетеді. Әрімен Нами мен Чоппер приманка болып, Роат қуып жетіп қалғанда, Зоро мен Санжи ағашпен оны бастырып тастайды. Осы уақытта Герд пен Голдберг та жетіп, жерде жатқан Роатты маңқ еткізеді. Намилар Луфиді көрген соң сабаларына түседі. Герд болса мугиваралықтар үшін уже банкет дайындалып жатқанын түсіндіріп, ауылға алып кетуге келгендерін айтады. Бізге түсінікті болу үшін Броги түсіндіре бастайды. В общем, Эльбафтың 3 деңгейі бар. Ең үстінде жоғарғы әлем, ортасында күн әлемі және төменде жер асты әлемі. Қарапайым өмір ортасындағы күн әлемінде жүреді екен. Робиндар Эльбафтың күн әлеміне жеткен уақытта бұлттардың көмегімен кемені ұшаққа айналдырған Луфиларда келіп жетеді. Луфиді көре сала Хайрудин бірден командасын таныстырып, Роат үшін тағы кешірім сұрайды. Сосын Луфидің Большая мамочканы айырғаны туралы жаңалық Эльбафқа да жеткенін айтып жатқанда, Луфилар банкетке қарай жүгіріп, мамочка туралы талқылауды кейінге қалдырады. Алайда Робиннің өтініші бойынша барлығы кітапханадағы Саульмен кездесіп, банкетке уже Саульмен бірге келуді шешеді. Естеріңде болса, Сауль мен Робин туралы 277-278 серияларда әдемілеп айтып бергем. Қысқаша, Сауль есімді великан дозордың вице-адмиралы болған.
болған. Ахараны жойған уақытта кішкентай Робинға көмектесу үшін өзін құрбан еткен. Робин оны қаза тапты екен деп ойлап, осы жақында ғана тірі екендігін естіп, кездесу жақындаған сайын жүрегі толқи бастайды. Нәтижесінде екеуі кездесіп, көздеріне жас алып, Сауль Робиннің аман жүргені үшін оны мақтан тұтатынын айтып, Робиннің жүрегін пішнә қылып жібереді. Луфи Саульдің алдына келіп, кезінде Робинді қорғағаны үшін алғыс білдіреді. Сауль болса бүкіл мугиваралықтарға қарап, араларында бір достық, жылу атмосфераны сезіп, Робин үшін жүрегі елжіреп кетеді. Осы уақытта Лилит келіп, өзі Вегапанк екендігін айтып, Саульді в ахуе қылады. В общем, Вегапанктың өтінішімен Джимбе яичный головадан бір темір коробканы ал кепті. Ал коробкада негізгі Вегапанктың дәлме-дәл клоны бар екен. Қысқасы, Лилит осы жерде жаңа лаборатория құрып, негізгі Вегапанкты тірілтпекші. Әрмен Фрэнки ағаштың үлкендігіне тамсанып тұрады. Луфилар ауылды аралауға кіріседі де, Рипли есімді биология пәнінің мұғалімімен танысып, келесі ақпаратты анықтайды. В общем, жауынгерлер мекені Эльбафтың қазіргі ұрпағы бейбітшілік болғандықтан жауынгер болуды қаламайды екен. Ал ұстаздық қызмет атқаратын Сауль Робиндарды кітапханаға ертіп келгенде, Робиннің қолындағы кітап үлкейіп кетеді. В общем, бұл үкінің сиқырлы кітапханасына кірген кез келген кітап үлкейіп кетеді екен. Ал Ахарада ученыйлар өмірлерінің құнымен суға лақтырып өртенуде құтқарған кітаптардың бәрін Сауль осында жинап тарихты сақтап қалған. Әрімен кісендегі Локи біреумен Денден Муши арқылы сөйлесіп отырады. Ал Брогилар бухать етуді бастап кеткенде, белгісіз біреулер телепортация техникасымен Эльбафқа келеді. Кітапханадағы әңгімелерден келесі ақпараттар белгілі болады. Басты кітапханашы Библа есімді үкі, ол өсіретін дьявольский жеміс жегендіктен кез келген жаны жоқ затты үлкейте алады. Эльбаф аралы үшін ең керекті қабілет. Луфилар демалып отырғанда, жер асты әлемінен асығып келген Шигол бірден Луфиға соққы жібереді. Луфи болса келесі соққыда ағаш семсерді сындырып тастап, үшінші гирмен Шиголдың жанындағы жерді маңқ еткізгенде, басқа Шигол великандардың арасында паника басталып кетеді. В общем, Колун есімді бұл Шигол әшейін ата әйгілі Луфидің мықтылығын қызыққаннан тексеріп көргісі келген екен. Ал жаңағы Рипли есімді мұғалім Колунның анасы, ал әкесі великан емес пират, яғни қарапайым адам екен. Әрімен Луфилар да кітапхананы тамашалауға барады да Сауль мен Робиндарды банкетке шақырады. Робин, Чоппер, Лилит және Бонни банкетке кейін қосылатындарын айтады. Ал Фрэнки Эльбаф орналасқан адам деп аталатын мына үлкен ағаш әлемдегі ең мықты ағаш екендігін және Сани осындай ағаштан жасалғанын айтқанда, Сауль әлемде бұдан басқа тағы бірнеше адам ағашы бар екендігін қосады. В общем, Фрэнки да банкетке кейін баратынын айтып, Луфилар банкетке кетеді. Банкет қызып жатқанда Луфилармен амандасуға Ярл есімді 408 жастағы ауылдың көшбасшысы келеді. Оның басына қадалған семсерді көріп, Луфилар в ахуе болады. Ауылдың маңында орналасқан Ауруст қамалы. Белгісіз біреу күзетшілерге келіп, Локидің қайда екенін сұрайды. Күзетші жауап беруден бас тартқанда, белгісіз біреу қолының ұшын тигізбей великанды талдырып тастайды да сұрағын екінші күзетшіге қайталайды. Таяқ жеп алған Роат мугиваралықтардан кешірім сұрайды. В общем, ол өзін күн құдайымын деп макетінде солай ойнайды екен. Күн құдайы деген аңыз бойынша Никоға сілтемеленеді. Аңыздарында әлем 2 рет жойылып, екеуінде де Нико әлемді құтқармақшы болған. Ярл аңыздағы Никоны сипаттап бергенде, Луфи өзінің 5-ші гері соған ұқсайтынын айтып, бірақ ешқандай Нико туралы білмейтіндігін түсіндіреді. Сосын Локи туралы сұрап қалғанда, бүкіл великандар оны жек көретіндігі белгілі болады. В общем, Локи 6 жыл бұрын патшаны өлтіргенде, Ярл омен шайқасқа түсіп, басындағы қылыш сол кезде қадалыпты. Ал Локиді теңізге шықпақшы болғанда Шанкс ұстап алып кісендеп тастаған екен. Великандар осы жақында Шанксты көргендерін айтқанда, Луфи бірдемені бүлдіретін адам сияқты тынымсыздана бастағанда, Зора одан не істемекші екендігін сұрап, Луфи мойындауға мәжбүр болады. В общем, Луфи Локи байланған кайрос
персекеден жасалған кісеннің кілтін тауып, оны кісеннен босататын болса, Локи Шанкстың қайда екенін айтуға уәде берген екен. Зоро шикілікті сезіп, Луфидің бәрібір ойлағанын орындайтын болғандықтан, Луфимен бірге баруды шешеді. Олардың әңгімесін еще Нами естіп, ол да бірге баруды шешеді. Нәтижесінде Намидің құлына айналған Род кілттің примерно қайда екенін білгендіктен, төртеуі кілт іздеп қамалға кетеді. Жаңағы белгісіз біреулер Локиді тауып алады да, Локиға қасиетті рыцарьлар қатарына кіруге ұсыныс жасайды. Локи болса өзін қанша жерден жауыз санаса да, тенерубиталықтарға қызмет етпейтінін айтып, қонақтарды нәху паслать етіп жібереді. Қасиетті рыцарь Гунко.